Сәлем достар, біз бүгін пенсионердағы ақшамызды туысымызға аударып үйренетін боламыз. Ол үшін mpp-сақша-отбасы.kz сайтына кіріп, байттейді басып, өзіміздің ЭЦП ключімізді таңдаймыз. Міне біз кірдік, енді жоғарыда тұрған подать заявку бөлімін таңдаймыз. Енді мына жерді дәл мен сияқты қылып істейміз. Мына близкому родственнику төменге қарай түсіп, цел таңдаймыз. Яғни мен 50%-ің туысқаныма аударайын деп отырмын. Кімге, ағамызға ма, әлде кімге, әкемізге ме, осы жерге иінің жазып, өзіміз аударатын сумманы жазамыз. Аударатын суммамызды енгізіп болған соң, ең астындағы уступить родственнику батырмасын басамыз. Міне бізде енді осылай шығады. Мына тұрған жерлерге өзіміздің RSA деп тұратын қол қоятын ключімізбен қол қойып шығамыз. Міне біз бәрін істеп болған соң осылай шығады. Бір күннің ішінде тексеріледі деген. Видео ұнаса тіркеліп кетіңіздер достар.